Қайырлы күн, достар! Бүгін біз ұйғыр самсасын пісіретін боламыз. Алдын ала қажетті заттарды дайындап аламыз. Қатып тұрған сары майды өткізгіштен өткізіп, ұнмен бірге жақсылап араластырып аламыз. Бір толық жұмыртқаға 2 жұмыртқа сарысын ғана саламыз. Кейін қаймақ салып, жақсылап қамырымызды илеп, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Бетіне ерітілген сары майды жағып, осылай ораймыз. Тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Бұл қамырды мұздатқышқа қатырып қойсақ, керек кезде алып самса пісіре берсе болады. Самсаға салынатын салмасын дайындап қойдық. Сиыр етінен фарш пен пияз және дәміне қарай тұз бен бұрыш салдық. Қамырды алып, бөліктерге бөлеміз. Сосын үстінен осылай басып шығамыз. Әр бөліктерді қатты жұқа да емес, қалың да емес жайып, фаршты саламыз. Әдемілеп осылай өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқа сарысын жағып, қара зере дәнін себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минут пісіреміз. Осылай ұйғыр самсасы дайын болды. Қамыры қатпарлы болып, өте дәмді болып пісті. Ас болсын!